Құныскерей 11 бөлім. Жем бойында құнысқа ойда жоқта кездесіп, қапыда айрылған Қамза Төреқұловтың шағын отрядының арасында да жартысынан көбі орыстар еді. Қазағы бар, орысы бар 16 адам жаңадан ғана жасақталған тәжірибесі жас жігіттер болатын. Тіпті жемнің осы сағасынан атышулы бандыға кездесемін деген ой Қамзаның да үш ұйықтаса түсіне кірген жоқ. Әттең деп бармақтарын шайнап қалды. 3 адамнан айрылып, біреуі ауыр жараланды. Әншейінде ұшқан құсты жалп еткізетін мергендігі бандыға кездескенде желге ұшты. Жүрегімді тоқтатып, көздеп ағатып едім деп ойлады Қамза. Әйтеуір тигізе алмадым. 10 шақты оқ шығардым, біреуі дарымады. Ел аңыз еткендей, шынында да оққағары бар екен бұл қаншердің. Ойпырмай, қасқайып қарсы алдыңнан шыға келген анау-мынау емес, үйелмендей кісіге топ адамның бір оғы дарымауы деген сұмдық қой. Қасақана қылғанда қорғасын оқтың оның астындағы атына тимей жетегіндегі атқа қадалуын қарашы. Бұл туралы біреуге есеп беру түгілі жай әңгімелеудің өзі ұят, тіпті кісі сенбейтін жай. Осылай деп іштей күйзелген Қамза атынан түсіп, банды оғынан о дүниеге сапар шегіп, қас-қатар жатқызған үшеудің аяқ жағына келіп сілейіп тұрып қалды. Басы айналып, жүрегі соқты. Қасындағы үзеңгілестеріне не деп жұбаныш сөз айтарын білмей дал болды. Әлі еріндерінен анасының сүті кеппеген 18-19-дағы жап-жас бозбала жігіттердің қанды қырғын айқаста емес, жалғыз атты қарақшының оғынан жан тәсілім болғаны өкінішті-ақ. Енді ел жұртқа, марқұмдардың ата-анасы, туған-туысқандарына не бетімен көңіл айтады. Қамза Төреқұлович, деді қазақшаға судай Владимир сәлден кейін күңгірттеу үнмен. Бұл тұрысымыз не тұрыс? Құдай салды, біз көндік. Жазмыштан озмыш жоқ деген сөз рас. Бұлардың ажалына бандының оғы жеткені және рас. Өзі анық Құныскерей ме, әлде әлгі Аманғали дегені ме? Ойпырмай, пәлекеттің мергенін-ай, адам емес пері ғой мынау. Мұны пулеметтің жаңбырша жауған оғы болмаса, винтовканың оғымен өлтіру былай тұрсын, жарақаттай да алмайтын секілдіміз. Шынында да бұл таңғаларлық жайт. Азды-көпті өмірімде бар ғой мұндай деюға бірінші рет кездескенім. Апырай, талай шайқасқа түсіп едім. Мынадай пәлекетті. Ол өз сөзінің аяғын өзі жұтып қойды. Үнсіздік. Ауыр жараланған Қасымнан басқасы тіпті сөйлеуге шамалары келмегендей сілейіп тұр. Осы не айтты дегендей, кейбіреуі Владимирге жалтақ-жалтақ қарайды. Екі-үшеуі қорс-қорс етіп, танауларын тартып, көздеріне жас алып еді. Тіпті біреуі солығын баса алмай, дауыс шығара жылай бастап еді. Тағы да Владимир белсеніп, қойыңдар түге, қатын құсамай, болғанға болаттай берік бол, демей ме қазақ? Бұл нақыл сөз орыстарда да бар. Ал бәріміз отыра қалып, өкіріп жылайық, сонда мына өлгендер тірілер ме екен? Я болмаса, ана қарақшы менен бір ағаттық кетті деп, өзі келіп кешірім сұрар ме екен, Владимир, деді қой көздеу сарғыш өңді кекселеу қазақ. Айтқаныңның бәрі орынды ғой, бірақ кішкене сабыр етші, шешенсімей, өзімізге өзіміз келіп, алдартымызды ойша безбендеп алайық. Сосын бастық не дер екен? Жынынан айырылған бақсыдай сүлей-соқ боп қалдық қой өзі. Дұрыс сөз, өте ақылды сөз. Менікі жай көңіл жұбату ғой, деді Владимир Қамзаға жалтақ-жалтақ қарап. Дегенмен тездетіп іске кірісейік, Қамза Төреқұлович. Қамза тіл қатуға асықпады. Ұзын бойы сәл еңкіш тартқандай ма, жауырыны қушиыңқырап, ақшыл өңі сұрланып, астыңғы ернін жымқыра тістеп безерді де қалды. Жасаураған көзінің дымқылын сүртпестен қатар жатқан үш мүрдеге жанарын қадай берді. Бір сәт жүрелеп отыра кетті. Кешіріңдер, бізді бауырларым, кешіріңдер мені,
Мен сендерді сақтай алмадым. Обал сауаптарың қаншер банды, құныс кереймен менің мойнымда. Топырақтарың торқа, жандарың жәннатта болсын деп үзіп-үзіп сөйледі де, орнынан атып тұрып, жанындағыларға жіті қарап: Владимир Антонович, қасыңа 2-3 жігіт ал да, мына марқұмдармен ана Қасымды ауылға жеткіз. Басшыларға жағдайды егжей-тегжейлі түсіндіріп айтарсың. Біз қайткенде де банданың ізіне түсеміз. Тәуекел, оны індетпей қайтпаймыз. Бәрібір елге көрінер бет жоқ. Қанға қан, жанға жан. Қамзат Төреқұлович, босқа әуре боласыз. Жеткізбейді ол. Жеткен күнде де оңайлықпен алдыртпайды. Көрдіңіз ғой, Құралайды көзден ататын мерген екенін. Біз атамыз тимейді, ол атады, өлтіреді. Иттің баласының не кесапаты бар, деді асығыс сөйлеген Владимир. Тәуекел, деді Қамзат түйіліп. Құдай берген жанды Құдай алады. Қорқанмен қодар батыр қояма. Ал біз аттанайық, Коля. Сейсен Асқар, Николай Жайық, Михаил Таран, Елен менімен жүресіңдер. Ал қалғандары өзіңе аманат, Владимир. Көп кешікпей тездетіп атқа мініңдер. Саған да оңай тимейтінін сезіп тұрмын. Бірақ амал қанша, басқа түскен баспақшыл деген ғой, төзуге тура келеді. Қамза бастаған топ аттарына мініп, шұғыл түрде суыт жүріп кетті. Бағыттарын да саралап, ақылдасып алмадау, қап, ұрынадау бір пәлеге, деп ойлаған Владимир. Өзеннің оң жақ бетін ала жұртыңдар, жолдарың болсын, амандықпен қауышайық деп айқайлады. Мұның сөзін жел ұшырып кетті ме, естіген сыңай танытып, ешкім мойнын бұра қоймады. Ойпырмай, қырып кеттау қаншер деп, ауыр күрсінген Владимир жүресінен отыра қалды. Не де болса ілгерілейік, деді тосылып қалған әлімге ісші Нұрғазы жанарын тірей қарап. Бәйге күреңнің ізін бір анықтап алсақ, ар жағын ойша топшылауға болады. Ол пәлекет бәрібір өзен сағалайды. Мұғаджарға қарай, иә, жемнің төменгі сағасымен Сарғамысқа қарай жортады. Ал Қарақалпаққа қарай бет алып, құлан жортпас құла түсіге шығып кетсе, қайдан білейін. Ұшарымды жел, қонарымды сай білдеп, бағыт-бағдарсыз, жөн-жосықсыз шапқылай беретін есуасың ол емес. Оның әрбір шақырымы санаулы, әрбір қадамы есептеулі екенін өзің білесің. Оғының өзін санап ататын қарақшыны тек болжаумен қусақ, оның қарасында көре алмайтынымыз айдан анық. Көңіліңе келсе де айтайын, Нұреке, күллі Атырауға атағың шыққан арқалы ісші емеспең. Сол арқаң Құнысқерейге келгенде ұстамай қалды ма немене өзі? Әйтсек қайтеді, бүйтсек қайтеді деп солқылдайсың да тұрасың. Тізгінді неге қолыңа ұстап бастамайсың бізді, деді әлім түтіге сөйлеп. Үнсіздік, ит ашуын тырнадан алады дегендей, мынау енді маған бас салайын деді. Құнысқерейдің жансызы бізді әбден шатастырып бітті. Бәріне кінәлі осы деп, мені тұтқындаудан да тайынбас мынау. Кескіні бұзылып, тісін қайрап жарылып кетуге шақ тұр ғой деп ойлаған Нұрғазы ақылды ашуға жеңдірді де шартсынды. Әй әлім, Құнысқерейді құрықпен емес, қолмен ұстайтын кезде неге мүдіріп қалдың? Әтірет бастығы мына мен емес, өзіңсің ғой. Неге тап беріп, байлап матап тастамадың? Мықты болсаң, неге сол жерде билікті өз қолыңа алмай, менімен неге сыбырластың? Жалмауызға да жан керек дегендей, саған керек жан, маған да керек, білдің бе? Уыстап тұрып уысыңнан шығарып алған банданың бар пәле-жәлесін маған аудара салмақсың ғой. Ал аудар, ал тұтқында мені, одан Құныстың белі сынар мекен, деді Нұрғазы қалшылдап. Тәжірибелі ісші екенім рас, бірақ көріп кел әулие емеспін. Ал ісшілігімді Құныстың ізіне түсуден аямағанымды біле тұрып, білгін келмесе не істейін? Тілейтінім көктегі жаратушының мына пендесіне деген көзқарасы дұрыс болсын. Кімнің ақ, кімнің қара екенін Алла тағалам саралап безбендеп отырған шығар. Үнсіздік. Әлім жанарын Нұрғазыдан аударып, ұшы-қиырсыз сайын далаға тесіле қарады.
сағым арасынан бейне бір өзі қуып келе жатқан банданың түр тұлғасын көрген сыңайда секілді. Тізгінінен қыса ұстап тұрған атын жетектей алға озып еді, тап оның соңынан ілбей жүрді. Бірақ бұл сәт ұзаққа бармай Нұрғазы қайтадан тіл қатты. «О, әлім, артық кетсем кешір, томағалы бүркіттің де томағасымен тұрып-ақ дыбыс шығаратын кезі болады. Бірақ оның арты жақсылыққа апармайды. Ашулы бүркіт көзіне қан толып иесіне шүйлігеді. Менде түс тағысының қайратындай қайрат та, ондай долылық та жоқ. Айттым бітті, кестім үзілді деп шіренетін де шамам жоқ. Көмейіме келген сөзді ақтарып тастадым. Артық кетсем кешір деді дауыстап. Әлім кілт тоқтады да үзеңгіге аяғын салар салмаста ат үстіне қонжиды. Сосын атының тізгінін қайшылай тартып, жігіттер, Нұрекең топшылаған бағыт бағдарға қарай тарттық. Тәуекел түбі қайық, өтесің де кетесің деп бабаларымыз тегін айтпаған шығар деп айқайлап сөйледі де астындағы құланы тебініп қалып сатырлата шаба жөнелді. Бағыты күншығыс. Оның соңынан ілесе шапқан топтың артында шумақ-шумақ шаң қалды. Құныскерейдің келген ізімен кейін жүргендегі ойы ізін шатастыру еді. Нұрғазының шатпа сөзі шындыққа жанасатын секілді деп ойлады ол, алдыңғы жағына үңіле қарап. Мені бұлар айла тәсілмен құрсау қыспаққа алғысы келген екен. Енді Сарғамысқа жолауға болмайды. Тек қана бір жол, ол Сарыбелдің үстімен Қарақалпақ еліне сапар шегу. Жол ұзақ, әрі елсіз, шөлейт. Апырай, бәйге күрең пысқырынып басын шұлғыды. Қос құлағын қадай тікірейтіп, ту алыстағы дүбірдің сарынын сезетін секілді. Тағы да құлағын қайшылап, тізгінін төмен тартып, қорс еткізіп демін ішіне алды да құйрығын шалт көтеріп, 2-3 тезек тастады. «Не дейді мына жануар?» деді Құныскерей көбірлеп. «Алды-артын бітеу шабысқа әзірленемін дей ме? Анау жықпылды паналап, жан-жақты шола түсейінші. Апырай, жаңағы қаршығаның шақыруы да тегін емес. Бір қантөгіс болайын деп тұрау». Құныс ат тізгінін оңға бұрып, көрінім жердегі жықпылға қарай желе жөнелді. Қамза бастаған 6 салт атты өзен бойын жағалай жүріп ізгесті. Шамамен 5-6 шақырымдай жортқан соң бәрі бір жерге бас қосып ат белін суытты. Бәрі жалтақ-жалтақ Қамзаға қарағанмен топ басшысы бірдеңе деп нұсқау беруге асықпады. Тіпті жағын ашып сөйлеуге ерінетін секілді. Бет алды тотығып, көзі шарасынан шыға үлкейіп, онсыз да ұзын мойны одан сайын ұзара түскендей. Қайратты да шымыр денесі осы бір қас қағымдай уақытта өз-өзіне босап кішірейген сияқты ма, әйтеуір үстіндегі көнетоз былғары күрткісі көрер көзге қолпылдап қалғандай. Не керек, шиыршығата шиырылып тұрған бұрынғыдай Қамза жоқ. Осылай деп ойлаған көзі қарақты жайық. «Қамзеке», деді екені әдейі бөле сөйлеп. «Енді не істейміз? Бас көз жоқ, шапқылай бергеннен ештеңе өнбейді-ау деп қорқамын». Ол өзі Құныскерей болса, бізді пысқырмайтыны белгілі. Тіпті оны індеттік дейік, ал одан не пайда? 8-імізге 8 оқта қадайды да жөніне кетеді. 8-іміз серейіп жатқанда 9-шы Қамза Төреқұлович, ол қаншерді көк желкеден атпай ма деді Николай. Сөйтіп біздерді құтқарып алады. «Ойбай-ау, біздің кімдер сонда? Біз өліп қалған жоқ па едік?» «Аха, охой, шегім-ай», деп қарқылдай күлді Сейсен. «Ой, айтқышым-ай, өлтіресің-ау, тура пәлекет. Міне, сен күліп тұрсың ба?» «Тұрсың, демек сен әлі тірісің. Ал тірі кісі тірлігін жасайды», деді Николай ыржайып. «Біз немене Құныскерей қарауылына алсын деп салақтатып іліп қойған кеудесінде жаны бар өлікпіз бе? Біз 9, ол жалғыз ғой. Менің мысалы артық жаным жоқ. Кеудемде шыр-шыр еткен бірақ жаным бар. Оны ешқайда көгершін қылып ұшырғым келмейді. Сондықтан ол қаншермен мен қасық қаным қалғанша шайқасамын. Ол атса мен де атамын, ол қылышпен шапса мен де шабамын. Енді шегінісетін жер қалмады. Мен. Апырау, сенің қылышың жоқ қой? Қап,
қылышты қайдан табар екенбіз, деп Сейсен Николайдың сөзін бөліп. Қылыш Владимирде бар еді, олар ендігі ұзап кетті-ау, деді Асқар сықылықтай күліп. Сол қылыштың Владимирдің белдігіне ілініп салақтағанына біраз жыл болған шығар. Тот басып өтпей қалмаса қасқа қылып. Жігіттер, деді Қамза даусын созыңқырап, әзіл қалжыңның да өз орны бар емес пе? Сендердікі тым артықтау секілді. Үш бірдей қыршын жастың өлімі көкірегімді тесіп барады. Өз ажалдарынан шейіт болса не әңгіме бар? Көрепе көзге бандының оғына айдап салдық қой. Бұл арада мен біреуге бәле жабайын деп тұрғаным жоқ. Бұған менің аяқ астынан тактикалық әдіс айла құралмағандығым, оқыс жағдайда сасып қалғандығым басты себеп. Мұның бәріне мен басымен жауап беремін, және беруге тиістімін. Ой, қойыңызшы Қамсеке, ажал астан тәтті деген үшеуінің де ажалына бандының оғы жеткені рас. Мысалы, маған оқ тисе, мен де ол дүниеге аттанып кеткен болар ем. Тағдыр солай, деді Николай қаттырақ сөйлеп. Құдай аузыңызға салмаған сөзді айтатыныңыз не? Сіздің көрген қоқайыңыз бір бұл емес қой. Жігіттер, деді Қамза Николайдың сөзіне назар аудармастан тағы да даусын созыңқырап, мен сендерді қинамаймын және командирмін деп өктемсіп бұйрықта бермеймін. Егер өз еркімен маған ергісі келмейтіндерге зорлық жоқ. Жаңағы жайықтың сөзінің жаны бар. Құныскерей осал жау емес. Оның атқан оғынан тағы да қансырауымыз, тіпті өліп те қалуымыз мүмкін. Сондықтан өзіне өзі сенімділер ғана маған көмекші бола алады. Әйтпесе, көпе көріне ешкімді өлімге айдап салғым келмейді. Оны дегеніңіз, Қамзеке, сіздің жаныңыздан менің жаным артық па? Не көрсек те өзіңізбен бір боламыз, деді Жайық жанындағыларға жалтақ-жалтақ қарап. Дұрыс, Жайық дұрыс айтады, десті қалғандары бір ауыздан. Ол қаншердің не өзін өлтірмей, не оның қолынан өзім өлмей, кері қайтпаймын. Сертім осы, деп Николай екі алақанын бір-біріне ұрды. Рақмет, жігіттер, деді Қамза созылыңқы дауыспен. Онда мені тыңдаңдар, біз енді екіге бөлінеміз. Жайық, Асқар, Николай, Елен, Таран бесеуің кері жүріп, таңертеңгі құныстың кеткен із бағдарымен ілгерілеңдер. Ал біз өзен бойын жағалай отырып, егер із шықпаса, сендерді қарсылаймыз. Ғайыптан тайып Құныскерей көздеріңе шалына қалса, көрмеген болып, сырттай бақылап, біреуін маған хабар беріңдер. Менің өтінішім өзі тиісіп жатпаса, атысып шабыспаңдар. Бәрібір күштерің жетпейді. Бостан-босқа оққа ұшасыңдар. Қарсыластың екен, ол кім-кімді де аямайды. Сонда өзен бойымен өрлей бересіңдер ме? Қай тұсқа шейін барасыңдар, деді Жайық қолындағы винтовкасын иығына асып. Жоқ, шамамен 10 шақты шақырымдай жерден ізі өзеннен кесіп өтпесе, ат басын кейін бұрып, сәл-пәл батысқа қарай бет аламыз. Онда Құныскерейдің кейінде қалғаны, деді Қамза атының сағалдырғынан қыса ұстап. Мысалы деймін-ау, ол қаншер көз алдымызда көлбеңдеп жортып бара жатса, үндемей түндемей, іннен шыққан суыр құсап, басымызда бұғып қала береміз бе? Жоқ, Қамзаға, мұнымызды сіз кешірсеңіз де, Хақ тағала кешірмейді ғой. Ондай сәт түссе жан беріп, жан алыспаймыз ба, деді Николай қызуланып. Бұл сөйтеді енді, апырай, Қамсекеңнің өтінішін 1 минут өтпей жатып, ұмыттың ба, әлде әдейі оспақтап тұрсың ба, деп Жайық Николайға алара қарады. Кенет аяқ астынан қатты құйын үйіріліп, шаң тозаң бетке соқты. Николайдың басындағы ескі қалпағын жынды құйын өзімен бірге ұшырып ала кетіп еді. Әйтеуір, анадай жердегі топ шеңгелдің бұтағына ілініп қалып, былғаң-былғаң етеді. Ішінен құйынды бір сыбап алған Николай атын жетектей жедел басып қалпағына қарай жүрді. Әй, Николай, деді Жайық даусын көтеріп, құныстың аруағы ғой сені айналдырып жатқан. Көрдің бе, біздің бас киіміміз аман. Ала бөтен сенікін ұшырып әкетті. Аузыңа ие болмасаң, бұдан да зорды көрсетер әлі. Түбінде сол бандымен жалғыз айқасатын мына мен, деп айқайлады кеудесін кері бұрған Николай.
Ал біз қайда қаламыз? Сені банды жұмарлап жатқанда, деді жайық даусын сәл-пәл жұмсартып. Сен құныстың қолына жылы су құясың, білдің бе? Мүмкін арқасында қасуың, мүмкін шұлғауын да жоуың. Ой, ант атқыр, саған сөз шақ келмес деп жайық қолын бір сілтеді. Ал жолдарың болсын, біз аттанайық, деді Николайға қарап қымиып тұрған Қамза атына тақым салып. Сол-ақ екен, 4 атты жердің шаңын бұрқырата өзен бойымен Қобылаға қарай тартып кетті. Ойпырмай, бөлінгеніміздің өзі қолайсыздау болды-ау, енді не істейміз деп ойлаған жайық. Амандықпен кездесейік, бір-бірімізді сырттай бақылап, қамқорлап жүрейік, деді даусын көтеріп. Деуін десе де, өз сөзіне өзі ұялып, жан-жағына жалтақтай қарап еді. Асқар өз ойымен өзі әлек екен. Әйтеуір Николай мұның сөзіне назар аудармапты. Әйтпесе, күлкі етері сөзсіз еді. Аспандай ұшқан қаршығаның шаңқ етіп дыбыс шығаруының өзгеше бір мәні бар еді. Оны Құныс дер кезінде байқаған болатын. Ақбөкенді қапталдай қоған 2 көкжал бөрі жемтігіне енді ауыз салуға әзірленіп, сілекейлері шұбыра бастағанда, қырат басына мылтықтары шошайған бір топ салтаттылардың шыға келмесі бар ма? Шамамен жарты шақырымдай қашықтағы ежелгі жауды көзі шалып қалған, оң жақтағысы жалт етіп шығысқа қарай зымырай жөнелді. Айтақ деген айқайдан кейін қасқағым уақытта екінші бөрі де басын сауғалауға мәжбүр болды. Міне, осы сәтті анық көрген қаршығаның таңданғаны ма, әлде өн бойын үрей билеп сескенгені ме, әйтеуір шаңқ еткен ащы дыбыс көкірегінен еріксіз шығып кеткені расты. Қап, 2 жақтап қуғанда, деп қалды топтың ішінен біреу көтеріңкі дауыспен. 3 жақтап қусаң да бізге шалдырмайды олар. Аш бөрі қашаған деген тоқ болса бір жөн, деді сабын көсемсей сөйлеп. Құныс, аш жүр дейсің бе? Тоқ қой ол кәпір. Сонда да қуып жете алмай жүрміз ғой. Сабын-ау, деп Нығымет кеудесін көтеріңкірей сөйлеп еді. Ешкім мұның сөзіне назар аударып, қолпаштап қоштай қоймады. Сәлден кейін сағын күрсініп, Нығымет-ай, айтуың орындау, бірақ Құныс қасқыр емес, аң патшасы арыстаннан да мықты боп тұр емес пе, деп жаңағы аз кем күңкілсін күлді, бірақ қорытындылағандай болып еді. Кенеттен Нұрғазы: жігіттер, шерғайық, сәті түссе, жемнің Мұғажарға бұрылар сағасынан Құныстың ізін шығарып қалармыз. Ізін бір бағдарлап алсақ, онымен көп кешікпей бетпе-бет кездесуіміз де мүмкін. Міне, арыстанмен айқасар кез сол кез, деп атын тебініп, алда тұсау бойы бара жатқан Әліммен қатарласты. Әлім Нұрғазыға көз қырын тастағанмен ләмейм деп жағын ашпады. Астындағы құлақ асқа атын сипай қамшылап, әлдебір арман қиялға берілген сыңайы бар ма қалай. Үн-түнсіз бір шама жортқаннан кейін, апырай, деп іштей толқыды ол, тағы да жанындағы ішшіге ұрлана көз тастап. Құдайдың алдында кінәлі болсам да, осы Нұрғазы Құныстың жансызы сияқты боп көрінеді де тұрады маған. Мұныкі кіл болжам, нақты ештеңе жоқ. Күні бұрын бандымен келісіп алып, соны өз құдіретіне айналдырып отыратын секілді. Құныспен кездесіп, оның бағыт-бағдарын, өзінің не айтып, не қоятынын әбден жоспарлы түрде тиянақтап алған сыңайлы. Бейт басына келетінін анық білді, айтпады. Бейт басында Құныс кереймен айқаспа, мерт қылады деп данышпансыды. Банданың ізі Сағыз өзенінің жағасынан шығады деді, шықты. Тіпті жылқышы Құдайбектің үйіне соғатынында болжамдап еді, рас болды. Жем өзенінен өтетінін де алдын ала сезді. Енді мынау жемнің Мұғажарға бұрылар сағасынан банданың ізі бір шаң берер деп көріп кел бола қалғаны. Егер шын аруақ қонған іші екені рас болса, неге банданың алдын орамай бізді салпаңдатып соңына түсіріп қояды? Бірақ оның ішілік қасиетін ел бағалайды ғой. Халық айтса қате айтпақ емес, демек бұл бізді мықтап шатастырып жүр. Іші екені іші шығар, ал соны Құныстың пайдасына орай бізге қарсы әрекет жасамасына кім кепіл бере алады?
әтіратты екіге бөліп, біреуіне Нұрғазыны басшы етіп, өзін сырттай бақыласа қайтер еді. Жоқ, онда Нұрғазыға тізгінді мүлдем беріп, оның жүгін жеңілдеткенім боп шықпай ма? Қой, мұны қасымнан қарсы аттам шығармай, қайткенде де пайдаланып та, бақылап та көрейін. Соңғы ойы әлімнің тұла бойын жеңілдетті ме? Әйтеуір, ол өзін өзі сәл-пәл көтеріңкі сезінгендей күйге түсіп, атқа қамшы салыңдар, Нұрекең нұсқаған тұсқа шапшаңдатып жетейік деп дауыстады да астындағы құлақ асқаны тебініп қалды. Өзен бойымен із кескен Хамза 6-7 шақырымдай жортқан соң кейін оралды. Із жоқ демек, кейінде қалды деп топшылады ол. Сол көпір таңдағы бізге ұшырасқан тұстан қайта өтіп жүрмесін. Апырай, манағылар тездетіп ілгерілеп өзен жағаласа жақсы болар еді. Әйтпесе, оны қолдан шығарып аламыз-ау. Қап, осы уақытқа дейін неғып, бұл ой менің басыма келмеді. Артында қуғыншы барын сезсе де, ол кейін жүрмейді. Алдындағы бізден де сескенеді. Сонда оған бір-ақ жол бар. Ол ат басын тура күншығысқа бұрып, өзінің жоспарлаған тұсымен ілгері тарту. Ал өзеннен өтсе болды, бізге қарасында көрсетпейтіні белгілі. Ол қарақшының, деп ойлаған Хамза өзеннің оң жағымен атын шоқырақтата жөнелді. Көңіліндегі түйткіл ойы жөнінде қасындағыларға тіс жармады. Ат соқты боп шаршады ма, жерге жамбасы тиісімен көзі ілініп кеткен екен. Бәйге күреңнің мазасыздана пысқырынғанынан Құныз кірпігін ашып алды. Кеудесіне қойған шолақ мылтығын оң қолымен қыса, ақырын басын көтеріп төңірекке көз жүгіртті де, апырай, деп таңдайын қақты. Шамамен 3 шақырымға жетер-жетпестей жерде бір топ қарулы салт аттылар көлденеңдей жортып келеді. Мұны әлі аңдамаған сыңайда. Өйткені айдаладағы жалғызшілік бәйге күреңді жау көзінен тасалап тұрған секілді. Бірақ анықтап, бағдарлай қараса, біреу болмаса біреуінің көрері сөзсіз. Мүмкін байқап та қалған шығар. Құныз сасып, абдыраған жоқ. Ара қашықтық әлі біршама. Сыналап байқайын, мүмкін өтіп кетер деп ойлады да, орнынан толық көтеріліп, күреңнің ер тоқымын түзеп, беліндегі оқшантайын бір сипап қойды. Нұрғазы Құнскерейді бірден байқады да жанарын аударып әкетті. Жүрегі сәл-пәл төмен тартқандай шым етіп, өзінің қалыпты соғысына көшті. Көз алды кіреукеленіп, таңдайы кебірсігендей күйге түсті. Бұл қарақшының мұнысы несі? Ашық ұрысқа түсейін дегені ме, әлде жаралы ма екен? Мүмкін бәйге күреңге бір зақым келген шығар. Апырай, онда Құнысқа топырақ осы арадан бұйыратын болды-ау деп ойлай бергенде, сол жағында атын желе жорттырып келе жатқан әлім бұған жанай түсіп, анау Құныс қой, аңғардың ба? Деп сыбырлай сөйледі. Қойшы кәне, деді бұл ештеңе білмеген сыңаймен оң жағына қарай үңіле қарап. Анық Құныс, қандай шешімге келеміз, не айтасың, деді әлім тағы да тұншыға сөйлеп. Бірақ даусынан не діріл, не абыржу байқалмайды. Не болғанда да тура шабуыл жасамайық, дереу екіге бөлініп, екі жақтан қыспаққа алмасақ, жер соқтырып кетер бұл пәлекет, деді Нұрғазы да сыбырлай сөйлеп. Бірақ екіге бөлінгенде не істейтінін сәл де болса болжамдап, ой сабасына түсіре алмады. Екі беті дуылдай ысып, көз алды кіреукеленіп, қаны басына шапты. Байқамаған сыңай танытып, алдын орайық деп, әлімнің Нұрғазыға сыбырлауы мұң екен. Кенет әтіраттың ең соңында келе жатқан Сағынның: жолдастар, анау шілік түбінде тұрған не жылқы? Пәлі, Құнскерейдің бәйге күреңі болмасын, деп қолын шошайта айқайлап жібергені. Онысымен қоймай, іле-шала: өзі ертеулі ат қой, ойбай, анау дәуде болса бәйге күрең, қараңдаршы, деп астындағы атын шыр көбелек айналдырып атой салғаны. Дәл осы сәтте тоқтат, иттің баласы, деген сөз әтірат бастығының аузынан еріксіз шығып кетті. Артына жалт қараған әлімнің өңі күңгірттеніп, қамшы ұстаған оң қолын дереу тапаншасына жүгіртті де, бірақ оны қабынан суырмай ат үстінде сілейді де қалды. Бір шешімге келе алмай кібіртіктеп қалған сыңайы бар ма,
қалай, әйтеуір оң қолы тапанша қабының үстінде сіресіп тұр. Ойша топшылаған негізсіз айла тәсілдің аяқ астынан быт-шыты шыққанына Нұрғазының көңілі жібіп, орнына түскендей болды. Сағынның аңғал ақымақтығына іштей риза кейіп танытты. Әйтпесе, мына патшағарлардың арттарына қарамай құнысты да мазалайтын түрлері бар. Анау шіліктің түбіндегі құныс екені рас болса, ол қарақшының не ойлағаны, екінді мен ақшам арасында тағы бір бүлікті салғысы келгені ме? Ой, қаншер-ай, қан ұрттамаса жүре алмайды ол. Тоқта, деп толғанды іштей Нұрғазы. Апырай, мұның әлдеқашан күн астына кіріп кететін уақыты болып еді ғой. Астында аты шулы жүйрік, бұл батырың бір тосқауылдың үстінен түскен екен де, амалсыз кейін серпілген екен. Айтпақшы, жетегіндегі аты қайда, демек өзі де жаралы. Әйтеуір бәйге күрең аман болса игі деп топырлап келіп, көкірегіне тоғысқан сан сұрақты итеріп тастап, басын шалқайта көтеріп еді. Өз көзіне өзі сенбеді. Сағын астындағы торсын сабалап, ерттеулі ат тұрған шілікке қарай жосылтып барады. Апырай, тоқтатыңдар ананы, тоқтатыңдар деймін, бір пәлеге ұшырап жүрер деп дауыстады Нұрғазы. Ей, мынау жынды ма? Өзі бас жоқ, аяқ жоқ, тұра шапқан несей? Әй, тоқта деймін, тоқта, деп Нығымет те айқай салды. Барсын, кедергі жасамаңдар. Мүмкін ол осы ақымақтығымен бізге бір жол ашып берер. Немесе өлетін бала молаға қарай жүгіретінің кері болар. Әйтеуір, кімнің кім екенін байқап көрелік деді Әлім ат үстінде шіреніп. Нұреке, солай емес пе дегенді қосып қойды. Ойпырмай, әлекай, анау құныс болса, онда мына тура ажалдың аузына бара жатыр ғой, енді қайттік деп зылдады Есен. Мынау жынды болар, байғұстың бала шағасы көп еді. Әлеке, қанға қан, жанға жан дегендей, жолдасымызды көрепе көзге аждақаның аузына жібереміз бе? Біз де шабуылдайық, құтқарайық, есер соқты деді Нығымет дауыстап. Аңдысын аңдайық, бәрібір тосын қимылдан ұтарымыз жоқ деп Нұрғазы жанында тұрған Әлімге назар аударды. Әлім тіл қатқан жоқ. Нұрғазының байқағаны жаңа ғана Сағынға алай-түлей ашу шақырған бет жүзі енді жайдарланып, беже күйге түскендей. Қарашығы үлкен қой көзі астындағы атын тебініп, тасырлата шауып бара жатқан Сағыннан гөрі шілік түбіндегі ерттеулі атқа жанарын тіктей көбірек, ұзағырақ қадайтын секілді. Тапанша үстіндегі қолы енді ердің алдыңғы қасына қарай жылжып, саусақтары қамшы сабын қыса уыстап, бірте-бірте жоғары көтеріліп барады. Ал тізгін ұстаған сол қолы сәл-пәл қалтырай ма қалай? Бәйге күреңнің қамшылар жағында бой тосалап тұрған құныскерейдің жіті жанары Әлім мен Нұрғазының мұны бірден байқаған шалып өтті. Тіпті екеуінің не деп сөйлескенін де сезгендей болды. Ат тізгінін тежемей ілгерілеуіне қарағанда менің алдымда орағысы келген екен. Ал менің алдымдағы қарулы отрядтан бұлардың хабары жоқ боп шықты. Әйтпесе, мені артымнан өкшелей қуып алға тықсырар еді де, амалсыз айқасқа көндірер еді. Ал бұлар құрық салып, жылқы қайырғандай, мені кейін қайырғысы келеді. Одан не пайда? Әлде белгілі бір шамаға тосқауыл қалдырдым екен. Егер Әлімге Нұрғазы дұрыс ақылын айтса, артқы шепке 2-3 кісі қалдыру да мүмкін. Әй қайдам, аттары шаршаңқы, сірә менің ізімен күні-түні шапқыласа керек деп ойлады Құныс. Менімен айқасқа түсіп те ештеңе бітіре алмайды болар, деп іштей күбірледі ол, өз ойын жалғастырып. Әлім мен Нұрғазыны қарауылға алсам, қалғаны быт-шыт болады. Өйткені бұрын айқасқа түсіп ысылмаған, тек мылтық асынғандарына мәз шекі өкпе ғой шетінен. Әрі менен қатты үрейленетіні және бар. Мылтықтарын кезенуін кезенер, бірақ мені көздеп ату қайда оларға? Жүрексіз шыптыуыр жігіттер ғой шетінен. Ас ішіп аяқ босатқандарына ғана риза. Осындайлармен қалай топ құрып қол бастарсың? Басына іс түссе, өзге түгілі туған әкесінде сатып кетеді бұл сойқандар. Мынаусы несі тағы да, деп дауыстап қалды Құныс,
өзіне қарай тура шапқан аттылыға назарын аударып, «Әй, мына есерсоқтың не ойлағаны бар? Жарайды, не болса, оны ойласын, күтіп алайын. Бірақ сақ болғаным жөн. Масқара қылып, бәйге күреңді атып жіберер, мұндай жар емес». Атын борбайлап 150 қадамдай жерге таяп қалған жүргіншіге шолақ мылтығын қыса ұстап Құныс қарсы жүрді. Ат үстіндегі кісі мылтығын көтеріп алып, бұған кезене бергенде Құныс шалт қимылмен жалт беріп 2 рет аунап түсті. Тарс-тұрс етіп қатарынан 2 рет мылтық атылып еді. Оқ Құнысқа емес, топыраққа дарыды. Торы атпен тапап кетердей боп кеп қалған сағын мылтығын 2-ші рет дәлдеп көздеймін дегенше Құныс беліне ораған ұзын дойырмен бір тартып, сағынды ат үстінен аунатып түсірді де, өзі атылып барып, торының шаужайына жармасты. Қара жерге топ ете түскен сағын зәресі ұшып қорықты ма, әлде денесінің бір жеріне есінен тандырардай зақым келді ме, әйтеуір тырп етпей серейді де қалды. Торыны тізгінінен қыса ұстаған Құныс шапшаң басып, аттан құлаған жігіттің анадай жерге ұшып түскен винтовкасын сол қолымен көтере, жан-жағына үңіле қарап, серейіп жатқан кісіге еппен жақындап келді де, шалқасынан аударып тастап, беліндегі оқшантайын суырып алды. Сосын сәлен кейіп, «Ой, байғұсым-ай, оңбай құлаған екенсің-ау» деп күбірледі. Қызыққа белшесінен батып, цирк ойын тамашалағандай боп, иіріліп тұрған қарулы топқа жанарын тіктей асығыс көз тастады да, бір шешімге келгендей адымдай басып, жетегіндегі торыны сүйрейлей бәйге күреңнің жанына бірақ тоқтады. Бір Құдайдың өзі қақпайлап қолға түсірді. Әйтпесе, бәйге күреңге салмақ түсетін еді деп ойлаған ол, ер артына бөктерген қоржынды торының беліне байлап, шап айылын сәл босатып, төс айылын сірестіре тартты. Мыналар топырлай шауып мазамды алмай тұрғанда құбылаға қарай қиғаштап тартайын. Шамам келгенше оларды оқ жететін жерге жақындатпауым керек деп күбірлеген Құныс атқа тақымын сала беріп еді, құбыла бетке көзі түсіп тіксініп қалды. Қарсы алдындағы қой бойындай ғана көлденең жонның үстіне 5-6 қарулы салт аттылы аспаннан түскендей ербейіп шыға келді. Апырай, жер астынан тік шықты, 2 құлағы тік шықты деген мынау болды-ау деп ойлаған ол, кідірместен бәйге күреңге ырғып мінді де, ат басын өзі өлшеп пішкендей құбылаға емес, тура шығысқа қарай бұрып шоқырақтата жөнелді. Құлаған жігіттен алған винтовкасын арқасына асынды да, өзінікін сол жақ тақымына басты. Әлім бастаған 11 салт атты бірден ұмтылып, Құныстың алдын орауға тырысты. Әуелі аңтарыла тұрып, сәлден кейін ненің не екенін түсінгендей болған қарсы жақтағы 6-7 салт аттыларда жанамалай қоғын салды. «Нығмет!» деп айқайлады Әлім басын кейін бұрып. «Сен сағынның қасына бар, қалғандарың оқты босқа шығындамаңдар, ататын кезде өзім белгі беремін». Ет қызуымен бойларына желік кірген топ әтрәт бастығының соңғы сөзіне мән берген жоқ. Есіл-дерті енді бауырын жазып жосылта жөнелген бәйге күреңнің үстіндегі Құныста. Апырай, бұл жолы да құтылып кетсе, ел алдында қарабет болдық деп ойлады Әлім астындағы атын қамшылай түсіп. Артына түйдек шаң қалдырып, зымырап бара жатқан бәйге күрең біраздан кейін бұларға қарасында көрсетпейтінін қуғыншылардың бәрі де сезген болулары керек. Құбыла беттегі топ тасырлатып ата бастады. Бірақ атқан оқтары Құнысқа жетпей ме, әлде нысанаға дарымай ма, әйтеуір нәтижесі көрінбейді. Бірте бәйге күреңнің бауыры жазылып, қуғыншылардан ұзап бара жатқан соң, Әлімде мылтық шүріппесін 2 рет басып еді, солақ екен. Арттағылар да әй-шайға қарамастан винтовкаларын Құнысқа қарай кезеніп, сатырлатып оқ жаудырды. Артына жалт қараған Әлім, «Тоқтатыңдар» деп айқайлап еді. Онысы мылтық даусынан шошынғандай ауада ілініп қалды. Қатарласа шауып келе жатқан Нұрғазы бұған бірдеңе айтып еді, естімеді. Ұят болды-ау дегендей, күн көзін шарбы бұлт ептеп қана көлегейледі. Айдың күннің аманында мыналар не істейді деді ме, құбыладан қызыл жел өктемдете соқты.
Оң жақтағы топтан екі атты бөлініп шықты да, қалғандары сәл-пәл кейіндей берді. Әлім бастаған шағын отрядтың аттары да болдырған сыңай танытатын түрлері бар. Тізгін ұстаған үстіндегі иесіне дес бермей, қаз мойын тұқырта, артында будақ-будақ шаң қалдырып, аласапыран шабысқа түсетін қазанат жоқтың қасы емес, тіпті жоқ екен. 3-4 шақырымдай қатты шабыстан кейін көбі сиыр шоқыраққа ауысатын сияқты. 5-6 аттылдан бөлініп шығып, жанамалай шапқан екеу бұған жақындаңқырап қалған соң Құныс оларға зер сала қарады. Апырай, алдындағы құланың көсілуін-ай, Тайсойған өңірінің жылқысы емес қой, мынау түрі бөлек сірә Мұғаджар маңындағы салық құланың тұқымы болдау, аяқ алысы тым шымыр ғой жүдә, деп ойлаған ол, сірестіре тежеңкіреп, ауыздыққа сүйеп келе жатқан бәйге күреңнің тізгінін әлде де шым-шымдап сәл-пәл тежей түсті. Еркіне жіберсе, жетектегі торының ілесе алмайтынына көзі жетті. Әрі анау екеуі бұлан да кері жақындан қарамай жанамалай келсін. Сосынғысын көре жатармын деп түйді де, өткір жанарымен артын тағы бір шолып еді. Әлім бастаған топ оқ жетер жерден алыстау сияқты. Демек олардан қауіп-қатердің аз екенін көңілімен емес, көзімен көрді де шүкіршілік етті. Құныс бәйге күреңнің тізгінін тағы да сәл-пәл тежеп, мықтылық көрсеткісі келген ана екеуін өзіне әлде де жақындатуды ойлап еді. Неге екені белгісіз, олар біршама қашықтықта ұстап, бір-екі рет мылтық атты да жанамалап шапқылай берді. Алдындағы құла мен артындағы торының денелері енді қыза бастаған-ау, ұзақ шабысты тілейтін секілді. Ауыздықпен алысады ғой жүдә. Апырай, бұлардың маған жақындамауына қарағанда қарсы алдымда таң сәрідегі тосқауыл ұрымтал тұстан күтіп жатқан болды. Шүріппені бір басып, мені тоңқалаң асырмақ қой тегі. Қарай көр, тапқан екен оңай олжаны. Сонда аты шулы Құныскерейді тұзаққа оп-оңай түсіріп, немесе жалғыз қорғасынмен қылжитып, сосын бір тас телпек шіркін кеуде қағып, ораламақ қой пәлі. Енді маған бір құдайдан басқаның күші де, амал айласы да жетпес. Осылай деп ойлаған Құныс астындағы атын оңға қарай жалт бұрып, жанамалай шапқан екеуге тура қарсы шапты. Ана екеуі Құныстан мұндай тосын қимылды күтпеген болуы керек. Сасып қалып, аттарын езулей тартып, қалт тұра қалды да тарсылдатып ата бастады. Торны оң қапталға ұстап, өзі бәйге күреңнің мінер жағына сәл еңкейген Құныс оқ жетер жерге жақындадым-ау дегенде бойын тіктеп екі рет оқ шығарды. Екеуі де нысанаға дәл тиді. Торының үстіндегі кісінің құлағанда үзеңгіге аяғы ілініп, денесі сүйретіле берді де, құланың үстіндегі кісі ер қасынан ұстап екі бүктетіле, атты шаужайлай тартып теңселе тұрып қалды. Бәйге күреңде екпіндетіп келген Құныс ат үстіндегі шала жансар денені ерден жұлқи көтеріп, сілкей лақтырды да құланы тізгінінен іліп алып, қапталдастыра, қамшылап, күреңге тақын қысты. Апырая, деп таңдайын қағып қалды. Құныскерейдің қасқағым сәттегі соңғы әрекетін көзі шалып қалған Нұрғазы не таңданғанын, не өкінгенін өзі де сезбей, астындағы атын тебіне түсіп, мынаусы енді шын жауыздық болды дегенді күбірлей айтты да, кебірсіген таңдайына тілін қайта-қайта тегізді. Астындағы атын үсті-үстіне сабалап, өзінен арқан бойы озыңқырап кеткен әліммен қатарласа, үзеңгі түйістіре қапталдасқысы келіп, астындағы атын тағы да тебініп, оң қолындағы 8 өрме қамшысымен сауырына 2-3 рет ұрғылап еді, онысынан ештеңе өндіре алмады. Барым осы, енді қайт дейсің дегендей, қоңыр төбел құлағын жымитты. Жанарын кеңірек ашып, иегін шошайта, алдыңғы бетіне шаншыла қарап еді. Құныскерей бұлардан қарасын үзіп барады екен. Кетті малғын, енді оны омақастырар күш жоқ. Бір Алланың өзі болмаса, ойпырмай, қаншерай, қанша адамның қан ішсе де бір лоқсымадау, деп ойлады Нұрғазы тағы да тебіне түсіп. Қаны басына шығып, тістеніп алған әлім
бар болғаны 3-4 шақырымдай пәрменді шабыстан-ақ шаршаңқырап, бастапқы екпіні енді аздан соң сиыр шоқырыққа ауысуға жақындаған атын бір-екі рет қамшылай тебініп еді. Жануар үстіндегі иесінен ұялды ма, әлде оның да анау қара үзіп қылаңдап бара жатқан бандыға деген өшпенділік сезімі оянды ма, әйтеуір екінші тынысы ашылғандай төрт аяғын ширақ алып шабысына сәл-пәл шабыс қосқан секілді. Өзін Қобланды батырдың тайбурылының үстінде отырғандай сезінді ме, ат жалына қарай еңкейіңкіреп тізгінмен қоса ұстаған винтовкасын құныскерейдің қақ жауырынның ортасынан нысанаға алатындай-ақ дереу оң қолына ауыстырып ұңқысын алға қарай шошайтты да неге екенін қайдам шүріппені басып қалып, әуелі тарс еткен дыбыс шығарып, сосын зың деп ысылдай жөнелген ыстық қорғасының ызыңына құлақ түргендей басын қисайтып, оң жақ құлағына сәл тыныс берді де, ендігі сенім алда, жаратқан ием бар болса, оның жазасыз кетуі тіпті мүмкін емес деп ойлаған ол, көп жылдардан бері бірінші рет жаратқан иемді аузын алды. Үзеңгіден аяғы шықпай ат көтіне сүйретіліп кеткен бейтаныс жігітті Қадырдың қуып жетіп, торы атты шаужайдан ұстап, ат аяғына оратылып қалған тізгінді пышақпен қиып жібергенін де әлім сезген жоқ. Артындағы қоғыннан қара үзіп, бәйге күреңнің тізгінін сәл-пәл тежеген Құныс алды-артын шола қарап, аз-кем ойға берілді. Пысқырына тізгінді жұлқи тартып, ауыздығын қарш-қарш шайнаған күреңді кілт тоқтатып, Құныс аттан түсті. Жетектегі екі аттың да ер тоқымын түзеп, құланың тізгінін бостау етіп, ер қасына орай ілді де, ноқтасындағы қыл шылбырын торы аттың жүгенінің сағалдырғынан өткізе бір шалып, бәйге күреңнің жалының үстіне қарай серпіп жіберді. Жаңа ғана шығын еткен екі оқтың орнына винтовкасының оқшантайын сырт еткізіп ашты да, беліндегі тізіліп тұрған оқтардан емес, қалтасынан екі оқ алып салып, тырс еткізіп қайта жапты. Аздап күреңнің белін суытқысы келді ме, дереу шап айылын босата түсті де, бұл әрекетінен тез айынды. Бұлар мені қай тұстан күтіп жатыр екен? Жемнің оңға бұрылар сағағынан ба, әлде Сарғамысқа қарай өтер тұстағы өзеннің жіңішкерер тұсынан ба? Ал егер өзенге соқпай тура құбылаға тартсам ше, онда бет пердем ашық, тура тақтайдай тегіс жерде жұртамын ау дегенмен, мүмкіндігімше бір жағыма ашықтықты ұстамасам, тура қалыңдыққа кіру қауіптілеу. Қорғасын оқ мұнан дірілдеп қорықпас, егер иесі нысанаға ала білсе. Енді арттан қауіп-қатер аз, не пәле келсе де алда деп ойлаған Құныс күреңге тақым салып жортып кетті. Артына жалт қарап еді, жылқының әр жердегі кепкен тезегіндей шашырай шапқан әлім тобының қарасы көрінді. Ойпырмай, мыналардың жаны сір екен, сірә бір мақсатсыз тектен-тек шапқылай бергеннен не шығады? Өздерін қойшы, бәрінен бұрын астарындағы аттарына обалау деп күбірлеген ол күреңді жортақтан көтере шоқыраққа ауыстырды. Әзірше бет алысы тура күншығыс. Бәйге күреңнің төрт тұяғына тағы да 8 тұяқ қосылған соң, басқан жерлерін едәуір дүңгілдетіп, артына түйдек-түйдек шаң қалдырып, біз мұндалап бара жатты. Мезгіл екінді мен ақшам арас еді. Қамза қасындағы екі жігітті Құныскереймен ертеңгілік кездескен тұсқа қалдырып, қысқа-қысқа нұсқау берді де, өзі атына мініп, өзен жағалап жоғары кетті. Түс ауа аттанып, бандыны қарсы алмақ боп кеткендерден әлі хабар жоқ. Солардың үгітіне бекер-ақ көнген екенмін. Егер олар тағы да бірдеңеге ұшыраса, ел-жұрт алдында масқарам шығып, әркімге күлкі болудан басқа ештеңе қалмайды. Мынадай аласапыран кезде өз қолыңды өзің кесе алмайсың ғой деп ойлаған Қамза ауыр күрсінді. Төңірегін байыппен шола бір қарап алды да атына қамшы басты. Ойы жемнің жіңішке тұсына барып, қас қарайғанша бақылау жасап отырмақ, арғы жағын көре жатар. Жүрегі сыздап, көңілі құлазып, алдыға болар кездейсоқ қанды айқастан хабар беріп тұрғандай ма, әлде сенікі бос жүріс, есің барда
еліңді тап деп сыбырлағаным екен. Әйтеуір өн бойы ширығып, серпелі қақпандай серпіліп тұрған жоқ. Олпы-солпы бей-жай көз алды да креукеленіп, құлағы шыңылдай ма қалай. Қаншер бандымен кездесіп, сонымен жекпе-жекке шығасың. Байқам бол, не де болса бұрын қимылда. Қорқып үрікпе, дыю емес, ол да өзіңдей адам деп сыбырлағандай бір ойы. Енді бір ойы, аулақ жүр, жатқан жыланның құйрығын баспа. Ол сені екі шайнап бір жұтады. Оған оқ дарымайды. Денесіне оқ тегізбей қағатын оның оққағары бар. Ол адам емес пері деп құлағына құйғандай әсерде келе жатты. Мүмкін мен онымен кездесетін шығармын деп мырс еткен Қамза өз дыбысына өзі шошынғандай айналасына жалт-жұлт қарап, сосын атын тебініп қалып, өзен жағасымен жортып кетті. Күн көзі кіші бесінен ауып, қызыл екіндіге таянғанда өзеннің талма тұсынан оң жағына қарай айырылатын жіңішке сайдың ішімен 1-2 шақырымдай ілгерілеген Қамза атын сайға қалдырып, өзі қарсы беттегі бір топ жыңғылдың арасына енді. Енді де үстіндегі ескі шинелін шешіп, астына төсеп қисая кетті. Сол-ақ екен, денесі ауырлап, еріксіз сұлқ түсірді де, көзі ілініп, ұйқы деген арсыз өзіне шым-шымдап тартқанын өзі сезбей де қалды. Әлде шай қайнатым, әлде сүт пісірімдей уақыт па, әйтеуір ұйықтап кеткен екен. Қамза әлдебір дыбыстан шошып оянды да, атып тұрмай жүрелеп тыңдады. Құлағына жортқан аттың тұяғының дүбірі естілді. Сөз жоқ, ат тұяғының дүбірі. Демін ішіне тарта, тағы да жүрелей, еңкейіңкіреп тыңдап еді. Анық ат тұяғының дүбірі, және де ол жақындап қалған секілді. Албасты басқандай, еңсесін жаза алмай, жүрегі шым-шым етіп, маңдайынан тер бұрқ ете түсті. Сәл-пәл есеңгіреп отырды да, винтовкасының ұңқысына оқ жіберіп тіктелді. Осы сәтті күтіп тұрғанда, сайда байлаулы тұрған аты шұрқырай кісінеп қоя бергені. Аттың кісінегені әсер етті ме, әлде өз бойындағы намыс оты мен қажыр қайраты тұтанды ма, әйтеуір отырған орнынан құйрығына шоқ басқандай атып тұрды. Атып тұрып, жанарын алға жіберіп еді, жетегіндегі 2 аты мен астындағы күреңді ойнақтатқан жүргінші кеуделеп 40-50 қадамдай кеп қалған екен. Бұл винтовкасын көтеріп алып, алдындағы нысанаға бағыштады. Жылқының кісінеген даусына бөгеле қоймаған жүргінші алдында мылтық кезеніп тұрған кісіні көріп, кілт тоқтады да: «Кімсің? Оқ шығармастан бұрын тілге кел. Мүмкін мен сияқты жолаушы шығарсың, жылқыз» деген деп қаттырақ үн қатты. Үнінде зіл, адамды арбап тастайтын тылсым күш бар секілді ме қалай. Қамза кенет қалтырап кеткен қолын тістене тоқтатып, өзіне өзі дем беріп, өзін өзі іштей жігерлендірді де: «Құныскер емесің? Мен ойыл ГПУ-дың бастығы Қамза Төреқұловпын. Сені күтіп жатыр ем. Құдай айдап, қақпанға өзің түстің. Қаншер, Құдай бар екен, бүгін таңда бізді қансыратып құтылып кетіп ең, қаны жіберсін бе 3 адамның. Үйір иманыңды, бұл жолғы кезек менікі» деп айқайлай сөйлеген Қамза ат үстіндегі үйелмендей дененің жүрек тұсын нысанаға алып шүріппені бірден басты. Ал онда өз обалың өзіңе деген дауысты құлағы шалғандай болып еді. Кенет кеудесі ұйып, аспан төңкеріліп, табанның астындағы қара жер солқылдап теңселгендей болды да сылқ етіп отыра кетті. Қолындағы осыдан 1 минут бұрын ажал шақырған қаруы уысынан сусып барып жерге түсті. Қамзаның атқан оғы құныскер үйдің кеудесіне емес, бәйге күреңнің тура омырауына тиді. Қамза бұрын атты ма, әлде құныс бұрын шүріппені басты ма, ол жағы белгісіз, әйтеуір ойта жоқта ат пен адам қансырады да қалды. Астындағы атының ыршып барып қалт тұрғанынан ақ оқ тигенін бірден сезді де, ер үстінен тез түсті де омырауына үңіле қарап еді. Төс пен өңештің дәл ортасынан ыстық қан шапшып, омырауын жуып кетіпті. 2 жүрек демін ішіне тартса, осқырынған күрең тәлтіректеп барып құлап түсті. Осы мезетте шапшаң қимылдаған құныс төс айыл мен шап айылды босатып үлгірді. Жан тәсілім бола алмай, басын қара жерге қайта-қайта соққылай берген соң
Құныс беліндегі күміс сапты кездікпен бауыздап жіберді. Аллау акбар, Аллау акбар, обалың менімен ана жатқан сабазға деп күрсінді Құныскерей кездігіндегі қанды жадағайының етегіне сүртіп. Сен мені қарсы келген ажалдан талай рет қорғап қалып едің. Мен сені сақтай алмадым деп тағы да күрсінді. Тез қимылдап, жетектегі құланың ер тоқымын лақтырып тастап, кідірместен өзінің ер тоқымын салды. Сосын құланның үстіне ырғып мінді де, серейіп жатқан бәйге күреңді бір айналып, қос жүйрігім деп даусын соза, ат басын тура күншығысқа бұрып шоқырақтай жөнелді. Неге екені белгісіз, жан-жағын шолып, немесе артына бұрылып қараған жоқ. Аттарын үсті-үстіне сабалап, әлім бастаған топ қара үзіп кеткен Құныскерейдің ізімен жортып, құлаққа талып жеткен мылтық дыбысы шыққан жерді мөлшерлеп келсе, тосын жайдың үстінен шықты. Қызыл қанға малынып бір жылқы жатыр. Одан сәл әрірек топ жыңғылдың шетінде шалқасынан түсіп бір кісі жатыр. Атынан ырғып түскен әлім жатқан жігітке үңіле қарап: «Апырай, мынау Қамза ғой, ойыл милициясының бастығы. Нұреке, тез тамырын ұсташы, кеудесінде жаны бар мекен», деп айқайлап жіберген ол Қамзаны дереу алдына алып, киімін шешті де, көйлегін қағайыра паршалап, төс сүйегінен аққан қанды сүртіп, жарасын таңуға кірісті. Қатсырап қалыпты ғой, әйткенмен тамыры болар-болмас соғып тұр. Тірі, ойпырмай, көретін жарығы бар екен шіркіннің. Жыңғылдың шетіне бауырымен жылжып келіпті-ау. «Жігіттер, су беріңдерші, аузына су тамызайық», деді Нұрғазы шапшаң сөйлеп. Оқ кеудесін тесіп өткенмен өкпе мен қолқадан сәл-пәл ауытқып тиген екен дегенді қосып қойды. Бәсе, өкпеге тисе сеспей қатады ғой, оқ қағары бар екен байғұстың, деді біреу күңкілдеп. Оның сөзіне көңіл аударып назарын салған ешкім болмады. Аузына су құйып, жарасын таңған соң Қамзаны көтеріп, сәл дөңестеу жерге жатқызды. Кеудесінде жаны болғанмен есін әлі жия қойған жоқ. Тек болар-болмас ернін жыбырлатып, қасын кергендей ме қалай, әйтеуір тірі екенін білдіріп, айналасын қоршап тұрғандарға бір қуанышты хабар жеткізгендей. Жұрттың бар назары енді жаппай анадай жерде қанға бөгіп жатқан жылқыға ауысты. Адымдай басып, алдымен жеткен әлім алдындағы жансыз денеге қадала қарап, басын шайқап, бір аттан кейін шегініп еді. Одан кейін барып, көз қырын тастаған Нұрғазы: «Масқара, мынау бәйге күрең ғой», деп жүзін төмен қаратып, жүресінен отыра кетті. Сосын тілі байланып қалған кісіше атқа қарай қолын шошаң-шошаң еткізді. Жапа-тармағай ұмтылған топ кеңірдегі қиылып, өз қанына өзі шомылып, серейіп жатқан атқа еңкейе де шалқая да қарады. Қарады да таңдайларын тақылдатып, көзі мен танауына шыбын қонған сиырша бастарын шайқады. Сосын іштеріндегі біреуі: «Обалай, обалай, обалы қайда мұның», деп еді. Тұрғандардың көпшілігі осы сөзді дәлме-дәл қайталады. Бұл айқас қалай басталып, қалай аяқталды деген болжамды айтуға тұрғандардың ішінен біреуі белсеніп шыға қоймады. Бәрі де үнсіз, бастарын иіп тағзым еткендей, аты шулы жүйріктің қасында қақшиып тұр. Жақтарын қарыстыра беруге шыдамады ма топтың ішінен біреуі: жалған өмір-ай, енді мұндай жүйрік Тайсойған өңірінде жарық дүниеге келер мекен? Келмес, обалың жауыз Құныскерейге», деді де, өзінің не айтып тұрғанын аңғармады ма, кенет сөзінің аяғын «Иманың салауат болсын, иманды болғыр», деп бітіріп еді. Әлім әлгіге жалт қарап қату қабақ танытты, бірақ ләм-мим деп аузын ашпады. Есің дұрыс па өзіңнің? Иманды болсынды адам қайтпай ма?» деді жаңағыны оң жақ бүйірінен түртіп қалған Олжабай еріксіз езу тартып. Бұл сөзді Олжай сыбырдан сәл жоғары екпінмен айтса да, тұрғандар түгелге жуық естіді. Естісе де мән бермеді ме, мырс еткен немесе өзін өзі ұстай алмай «Ой, пәләй, айтасың-ау» деген біреу-міреу болмады. Күн көзі ұясына қарай еңкейді. Құбыладан бетті шарпырдай ыстық жел есіп, көп тұрақтамай өте шықты. Таяу арадан саршұнақ шиқылдады.
қан иісін қалай сезгенін кім білсін, 2-3 ала қарға кеп анадай жерге қонды. Күннен мен салмақтымын дегендей көкжиектен арқан бойы жоғары, әлде одан да сәл биіктеу ме, көк айдынында жүзген қуыршақ қайықтай шалқалап, құбыла мен батыстың ортасында қияқ ай күлімдеп қағады. Бәрібір сендерге құнскери қарасында шалдырмайды. Енді әуре болмай ауылдарыңа қайтыңдар дейме. Әйтеуір, 2 ала қарға бірінен соң бірі қарқылдайды. Мына 2 аяқтылар неғып тұр бостан-босқа, жылы күйінде жемтігімізді шұқытпай дегендей. Үшіншісі бұлардың төбесінен айналып ұшып, таяқ тастам жерге қонды. Қарғаның таяу кеп қарқылдағаны жақсы ырым емес. Тегінде мына пәлекеттер бізді басынуға айналдау деп, жұртты назарын өзіне аударғысы келген Олжабай 2 иығын қомдап, ыңырана бастап еді. Кенет орнынан тік көтерілген Нұрғазы: «Жігіттер, терең етіп көр қазып, бәйге күреңді жерлейік. Денесін қарға, құзғын шоқымасын. Киелі жануар еді, айдалада ашық күйде қалмасын» деп 1-2 қадам алғаттады. Өңі көгістеніп, ерні дір-дір етеді. «Ойбай-ау, Нұреке, күрек жоқ қой, күрек. Көрді қолмен қазамыз ба?» деді Садық күңкілдеп. «О, жасаған ем, қазір байқап тұрмын. Бауыздап кеткен екен ғой. Ойпырмай, ойпырмай, астындағы атының не жазығы болды екен, а? О, қаншер десе қаншері өзі, шөлдегесін судың орнына күреңнің қанын ішкен ғой, малғұн» деп Олжабай даусын создыра беріп еді. Әлім жалт қарап, өткір жанарымен айтып тұрғанның түкке тұрмайтын бос сөз екенін оған ұқтырды. Олжабайдың көмейінде создыра берген даусының жартысына жуығы қалып қойды. Бірақ тамағын кенеп шашалған жоқ. «Нұрекең дұрыс айтады, текті жылқы ғой. Денесін жасырып кетейік. Менің қанжығамдағы шолақ күректі алып кезектесейік. Тездетпесек қараңғы түсіп кетеді. Садық, Қамзаның басына баршы, ептеп басын көтеріп аузына тағы да су тамызшы. Сәлден кейін жарасын құрғатып қайта таңарымыз» деді Әлім көтеріңкі үнмен. «Осы қазір Құнскери қайда жүр екен, ә? Бәйге күреңді бауыздап өлтірді. Енді қусақ оны құрыққа түсіреміз» деді арт жақтан біреу дауыстай сөйлеп. «Ұстап алып, өзін бауыздар ма еді жауыздың?» Ешкім сөзін қостай қоймаған соң ол да тым-тырыс бола қалды. Сай жақтан жылқының шіңкілдей кісінегені естіліп еді. Бәрі абыржып Әлімге қарады. «Әлгі банды қарақшы емес пе екен?» деген ой тұла бойларын дір еткізіп, кеуделеріне қорқыныш ұялата бастап еді. Нұрғазы: «Бұл Қамзаның аты шығар, сайда байлаулы тұрған. Қорқып үркпей-ақ қойыңдар. Енді бізге Құнскерейдің өзі түгілі көлеңкесі де жоқ. Енді оны қуамын деп әуре болудың да қажеті жоқ. Кетті ол пәлекет. Босқа арам тер болмай, кейін қайтатын шығармыз. Егер біз келмегенде Қамза да опат болатын еді. Көретін жарығы бар екен» деп толғамды сөз айтты. Әлім үндемей қызарып, ұясына батып бара жатқан күн көзіне қарап ауыр күрсінді. Сосын дереу бас киімін оң қолымен жұлып алып, умаждай бет-аузын сүртті де беліндегі белбеуіне қыстыра салды. Байқаған кісіге жанарына әлдебір мұң ұялап, көзі кіртиіп, бетінің әжімі тереңдеп, тап қазір қартайып қалған секілдеді. Ел жұртта мүлдем ұят болды. Қара бет күйімде оларға қалай көрінемін деп ойлады Әлім. Олардың сұраулы жүздеріне қалай қараймын? Әлде Құныстың ізімен жалғыз өзім қуғын салсам бекен? Онда мына Қамзаның кебін киіп, айдалада ит құсқа жем боламау. Мен өлді деп кімнің несі қисаяр дейсің? Қайта өзі де жарымес еді. Сол жарыместігінен көріпе көзге өзіне өлімді сатып алды дейді-ау. Сосын қарқылдап күледі рақаттанып. Жаны бар, есі дұрыс кісі Құнскерейдің соңынан қуар ма? О, есуас, өзіне сол керек деп мұның дұшпандары бір жасап қалады-ау. Жоқ, не десе о десін, мен бір қарақшы үшін жанымды тәрк ете алмаймын. Маған да өмір сүру керек. Мен де ет пен сүйектен жаратылған адаммын. Менде де қатын бала бар. Апырау, мен неден сасып, өзімді өзім жерлей беремін. Құнскерейді ұстай алмадың, дер кезінде батылдық көрсете алмай, қолға түсіп тұрған қарақшадан тапа-тал түсте айырылып қалдың. Ұйымдастырушылық қабілетің мүлдем жоқ.
әрі басшы ретінде батылдығың жетіспейді, қорқақсың. Күні ертең қызметті тапсыр десе, тапсырамын. 2 қолға күрек көп емес пе түге. Әйтеуір қатын баламды асырармын. Қой бағып немесе өгіз соқа айдасам да, тіпті қуғындап күн бермей жатса, Орынбор Жаманқола бетке қарай бір түнде жылыстап кетермін. Оған мүмкіндігім бар ғой. Әлеке, күреңнің денесін жасырдық. Ой, Әлеке, деген дауыстан селк етіп зілбатпан ойдан тез айығып, өн бойынан қуып шығуға тырысты. Бәсе, тез еткендерің өте дұрыс болды. Ждағаттап жібердіңдер ғой тіпті. Мен байқамай қалыппын. Нұреке, ақылдасайықшы. Мына қамзаны қалай алып жүреміз? Арба болса бір сәрі ептеп-септеп жеткізер едік. Нұреке, мына жұрттың бас аяғын жинашы. Асықпай пікірлесейік. Не істеп не қоямыз? Манағы Нығымет келмеді-ау масқара қылып. Сағын жазым болмаса игеді, деді Әлім сәл-пәл тамағын кенеп. Сөзінде де өңінде де абыржудың белгісі бар сияқты. Құныскерей атып кеткен 2 кісіге қол ұшын беруге қадір қалып еді. Біреуін аты сүйреп кетті ғой. Анаусы да тірі болмас. Әй жауыз-ай, қырғынды салып кетті-ау, қарасы өшкір, деді Нұрғазы кібіртіктей сөйлеп. Нұреке, бәйгі күреңнің өлімінде жұмбақтайтын ештеңе көре алмай тұрмын. Оқ дейіп омақаса құлағасын тірі қалдырмайын деп бауыздап кеткен ғой шамасы, деді де Әлім еңкіштеу кеудесін кейін беріп бойын жинақтап алды. Арам ойдан аршылып сілкінгендей болды. Солай ғой, бірақ талай рет өзін ажалдан құтқарған атын шімірікпестен бауыздап, ең болмаса денесін жасырып кетпеуі адамшылық қасиет емес қой. Қасқыр да қас қылмайды жолдасына деген нақыл сөз бар емес пе, деді Нұрғазы сырт айналып. Қазір Әлеке, қазір өзіме өзім келіп, ойымды жүйелеп алайыншы, сосынғысын көрерміз. Нұреке, қызықсыз, ол күреңді жерлеп, басына дұға оқимын дегенше біз жетіп келмейміз бе? Жалмауызға да жан керек демекші, оған да жан керек қой. Сол шырқыраған шыбын жаны үшін қашып жүр емес пе ол? Әйтпесе, мені не қылсаң о қылыңдар деп жатпайма көсіліп, деді Олжабай бүйірін таяна сөйлеп. Жалғыз ұлын жерлеген адамша күңіренгеніңіз не? Бір ат қалай өлсе де өлді, сонымен сөз бітті емес пе түге. Сол үшін бәріміз бірдей қара жамылып, қарғыс отын жағуымыз керек пе? Соншама не бопты? Аяқ астынан әсіресе Олжабайдың аузынан мынандай дуалы сөз шығады деп ешкім ойламағасын ба? Әйтеуір тұрғандар ауыздарын ашып, біресе Әлімге, біресе Нұрғазыға бақырая қарады. Тіпті Құныскерей ана бір қалыңдықтан шыға келіп, бәрімізді қан жосағып қырып кетер-ау деп, осыдан сәл уақыт бұрын әркімнің кеудесінде тұрған шайтан күдікті мүлдем сейілтіп жібергендей болды. Біреулер Олжабайға сүйсіне қараса, біреулер бұл неғып бей бола қалды дегендей күдіктене қарады. Аяқтарына тұсамыз салынбай, тек қана қақшиып қаңтарулы тұрған аттарда құлақтарын қайшылап пысқырып қойды. Сайдағы Хамзаның аты тағы да шіңкілдей кісінеп еді, бірақ Олжабайдың сөзіне аузын ашып, көзін жұмғандардың назарын ол да аудара алмады. Апырай, аты шулы іші Нұрғазыға билік айтатындай кім еді бұл? Күні кешегі қара табан жалшы Олжабай емес пе еді? Осы кезге шейін аузындағы сөзі үстіне киген бөзі түсіп қалайын деп жүрген бұл неғып күтпеген жерден аталы сөз айтқыш боп кетті деген қызғаныш ой біреулердің көкірегін шымшылап алғаны рас еді. Кім не десе о десін, жас жігіттің сөзі жұрттың бәрін ұйқыдан оятқандай серпілтіп, сергітіп жіберді. Дұрыс айттың, інім, дұрыс айттың. Аталы сөзге көргенсіз ғана тоқтамайды деп еді. Мен тоқтадым. Өйткені аз-кем мына өмірден көргенім әрі ұққаным да бар. Маған жаңа ой көргенсіз десең де арланбас ем. Көргенсіз дегенге арланба, көргеніңнен көрмегенің көп деген ғой атамыз қазақ. Әңгіме ондай емес, әңгіме дер кезінде сенің ақылды сөз әрі аталы сөз тауып кеткенің. Рақмет, інім, көп жаса, Алла разы қылсын өзіңді, деді Нұрғазы үстіндегі жадағайының қауырсынын қос қолдап ұстап тұрып.